Қазақстандағы шарап өнеркәсібі. Шарап жүзімнен жасалатын алкогольдік ішімдік. Қазіргі таңда Қазақстанның шарап өнеркәсібі негізінен десерттік шараптарды өндіруге бағытталған. Елде жүзімнің 40-тан астам сорттары өседі. Алайда қазіргі уақытта бұл сорттардың жартысынан астамы шарап жасау үшін емес, жүзімнің өзін тұтыну үшін өсіріледі. Шарап өндірісі 4 кезеңнен тұрады. Жүзім жинау және ұсақтау, оны ашыту, шараптың қартаюы және қаптама. Оған континенттік климаттан аймақтың көптеген жүзім бақтары елдің оңтүстігінде, Өзбекстан, Қытай және Қырғызстан шекараларына жақын орналасқан. Сонымен қатар бірнеше бақшалар Каспий маңында да орналасқан. Орта жылдық жауын-шашын мөлшері Атырау және Ақтөбе төңірегіндегі жүзімдік аймақтарда 100-150 мм-ден, Талас өзені маңындағы аудандарда 700 мың мм-ге дейін жетеді. Шараптың танымал сорттарына Алигота, Алеатина, Каберне Франк, Каберне Савиньон, Пино Нуар және тағы басқалар жатады. Қазақстанның шарап өндіретін танымал компанияларына Арба Wine, Шато Каракемер, Исык, Бакас жатады. Жақында Савиньон Блан сияқты халықаралық сорттарды отырғызуға қызығушылық пайда болды. Дегенмен жергілікті тұрғындар дәстүрлі тәтті қызыл шараптарды жақсы көреді. Күзгі экспорттаушы елдерге ақш, Қытай, Ресей және кейбір Европа елдері жатады. Шараптар үшке бөлінеді. Біртекті шараптар жалпы технология бойынша ерекше сорты жүзімнен алынатын, жылдың басында сатылатын шараптар жатады. Маркалы шараптар дәстүрлі технология бойынша жүзімнің ерекше сорттарынан жасалған, міндетті түрде бір жарым жыл тұрғызылған жоғары сапалы шараптар. Коллекциялық шараптар стационарлы сыйымдылықтарда, одан кейін қосымша бөтелкелерде 3 жылдан артық тұрған шараптар. Көптеген шараптың жүзім сорттары Қазақстанға Грузиядан жеткізіледі. Сондықтан Грузияның импорттық үлесі 36,5%, ал Молдавия 21% және Италия үлесі 17,2% болса, Франция 11,5%-ді құрайды. Агротехнологиялардың жеткіліксіздігі, оның әсерінен жүзімнің өнімділігі мен сапасының төмен болуы, инвесторлар мен финанстық көмектің төмен деңгейде болуы Қазақстанның шарап өнеркәсібінің дамуына үлкен бөгет болуда. Сондықтан Қазақстан шарап өндірісі бойынша әлемдік рейтингтерде салыстырмалы түрде төмен орын алады. Шараптар жасау технологиясы бойынша асханалық, күшейтілген, холшестендірілген, көпіршікті және десертті болып бөлінеді. Десертті күшейтілген шараптар жартылай тәтті және ликерлі болып бөлінеді. Олардың құрамында 14-тен 17%-ға дейінгі спирт болады. Асханалық шараптардың сусылы немесе езіндіні ашыту арқылы, сонымен қатар құрғақ шарап материалдарын балғын немесе концентрлі сусылының купаждау арқылы алынады. Күшейтілген шараптардың спирт мөлшері жоғары болады. Бұл өндіру сусылын жартылай ашытумен ерекшеленеді. Ароматталған шараптардың негізгі компоненті жусан болып табылады.